Екінші сабағымыздың тапсырмасы аспапта дұрыс дайындалу тәртібі. Негізі 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі музыкалық мәтінді талдау, шығарма не күйге алғаш дайындық барысы. Екінші саусақтың техникалық белсенділігін арттыру, жаттығуларын ойнау. Үшіншісі дыбыс сапасын, күшін дамытатын жаттығулар ойнау. Төртінші видео, аудио жазбаға жазу арқылы бақылау, яғни өзін бақылап отыру. Енді әр қайсына тоқталатын болсақ, бірінші музыкалық мәтінді талдау. Қандай ережелерден, қағидалардан тұрады? Ең бірінші жалпы анализ жасаймыз біз, яғни тональності, бұрауы, ең жоғарғы дыбысын анықтап аламыз. Жетігенде сол шығарманы орындамас бұрын. Бұл дегеніміз, яғни мәтінді ең қиын және ең оңай бөліктерін, яғни маркермен болсын, қарындашпен болсын белгілеп аламыз. Яғни карта сияқты, яғни белгілеп аламыз сол жерін. Яғни сол жермен, ең қиын жерлермен бірінші содан бастаймыз жұмысты. Толық бастан аяқ емес, именно содан бастаймыз, Содан кейін техникалық шеберлікті қажет ететін мәтін бөлігімен дайындаламыз. Яғни метрономмен дайындаламыз, яғни техникалық шеберлікті шыңдауда 90-нан бастап 150 темпіне дейін дайындаламыз. Содан кейінгі басқышымыз біздің күй не шығарманың ең қиын жерімен дайындалу барысында кездесетін, яғни техникалық, хроматикалық дыбыстарын бар болса, солармен жұмыс жасау. Ұсақ түйек бір қиыншылықтар болады ғой, аппликатуралық, солармен жұмыс жасаймыз, яғни. Содан кейін барып бөлікті тактіге бөліп метрономмен жай темптен бастап жылдам темпке қайта жеткізіп ойнап, қайта дайындаламыз, яғни бірнеше рет дайындалу арқылы жүзеге асырылады. Әбден дайындалып болғаннан кейін сол бөліктерді ары қарата біз, яғни ары қарай біз екінші этапқа көшеміз, яғни бұл мәтінді музыкалық сөйлем бойынша жүйелі бөлімге бөлу. Жаңа ең қиын жерін бөліп алдық қой. Енді екінші этабымыз музыкалық сөйлемді бөлу. Яғни музыкалық ойды бөлу арқылы біз музыканы сөйлетеміз, яғни шығарманы сөйлетеміз, күйді сөйлетеміз. Ол қандай сөйлемдерден тұрады? Біріншіден музыкалық сөйлемдер әртүрлі болады. Өздеріңізге белгілі баяндау сөйлемі, яғни нүктелі сөйлем, хабарлау сөйлем сияқты қазақ тіліндегі. Сол сияқты белгілі бір фраза, бір нәрсе, бір ойды баяндап тұрады. Соңғы тоникаға келгенше. Ол 8 такты болуы мүмкін, 4 такты болуы мүмкін, 12 такты болуы да мүмкін. Келесі сұраулы сөйлем, яғни ол тоникаға емес, субдоминанта не болса доминантаға тоқтап қалуы мүмкін. Яғни яғни сұраған сияқты болып тұр бір нәрсені. Оны да белгілеп қоямыз, яғни сөйлемдермен дайындаламыз. Сол сөйлемді эмоционалдық тұрғыдан, динамикалық тұрғыдан бейнелеу керекпіз біз енді өзіміздің ойнымызбен. Үшінші сөйлем эмоционалды көңіл күй сөйлемі, яғни бұл жерде қандай эмоция беріліп тұр, қайғы, мұң ба, шер ма, қуаныш па, қандай эмоция, соны да көркемдік жүйемен бейнелеу керек. Бұл өте маңызды. Содан кейінгі байланыстырушы сөйлем, яғни бір сөйлем мен екінші сөйлемнің ортасында қысқа ғана 1-2 тактылық байланыстырушы сөйлем болады. Ол шертпе күйлерде трам та та там там трам та та там там деген бір байланыстырушы сөйлемдер болады. Олар жай ғана олда бір ойды білдіреді, сөйлем болмаса да бір қысқа сөйлем. Содан кейінгі сөйлем философиялық ойды бейнелейтін сөйлем, яғни ол күйді шертпе күйлерде көбіне болады. Олар қысқа да болуы мүмкін, болмаса ұзақ сөйлемде болуы мүмкін, белгілі бір ойды білдіреді философиялық. Содан кейінгі соңғы сөйлем жұмбақ қосалқы сөйлем, яғни бұл интервал түрінде белгіленеді. Бірінші әуен негізгі дыбысты ойнап жатқан кезде, екінші әуен бір нотада тұрады. Мысалы, до нотасында тұрса, ақырындап до, ре, ми, до деген сияқты подголоски дейді ғой. Қазақша жұмбақ қосалқы сөйлем деп аудардық енді. Ол көрінбейді негізі ол сөйлем, бірақ оны естіп үйренуіміз керекпіз, және соны шығара білуде керекпіз, айқындай білу керекпіз. Яғни бұл музыкалық сөйлемді айқындау арқылы, бейнелеу нақышына келтіру арқылы музыкаға жан бітеді. Бастан аяқ сытырлатып ойнай бергеннен ол музыка жансызданады, әрі техникалық тұрғыда ғана
мәтін болып қана қалады. Сол үшін екінші этап өте маңызды. Үшінші этап бөліктерді тұтастырып орындау. Яғни біз бөліктерге бөлдік. Техникалық жаңағы жағынан бөлдік, ең қиын жағынан сөйлемдерге бөлдік. Оны әртүрлі немен белгілесеңіз де болады, маркерлермен. Енді олардың барлығымен толығымен дайындалып болғаннан кейін, енді соларды жалпы басынан аяғына дейін тұтастырып дайындаламыз. Яғни оны динамикалық анализ жасап ойнаймыз. Яғни күйіміздің фортепианосы дейді ғой, динамикалық тұрды. Соны қай жерде көтеру керек, түсіру керек, солармен жұмыс жасаймыз. Екінші, метрономмен ойнап жасаймыз міндетті түрде. Егер техникалық жылдам шығармалар болса, онда 90-нан бастап 150-ге дейін запасной темп дейді, 140-150 темпіне дейін жеткіземіз. Ал шығармада, концертте мысалы 130-бен ойнаса болады. Сол үшін оны бірнеше рет ойнап, әртүрлі темпті ойнап жаттықтырамыз сол шығарманы. Содан кейінгі аспапқа қолға қарамай қараңғыда орындау. Бұл өте маңызды жетігеншілер үшін. Себебі жетіген орындаған кезде орындаушының саусағы толығымен аспапты шектердің барлығын сезу керек, қай жерде орналасқан. Ол үшін біздің жаңағы көзіміз ғана емес, сондықтан қолымыздың есте сақтау қабілетін ашу керекпіз. Сол арқылы қараңғыда орындаған кезде адамның құлағы да ашылады, сезімі де ашылады, жалпы ашылмаған жақтың бәрі ашылады. Негізі осы. Содан кейін айнаға қарап орындау керек. Бұл жаңағы сахналық стиль, сахналық бір шеберлікті, артистизмдікті дамыту үшін арналған бір әдіс десе де болады. Содан кейінгі тағы да біздің дайындалатын аспапта дайындалудың маңызды жаттығулардың бірі саусақтың техникасының белсенділігін арттыру жаттығуларын ойнау. Ол арнайы жаттығулар. Оң қолдың саусағын арттыратын жаттығуларды көбірек ойнау, сол қолдың саусағын ойнау. Содан кейін дыбыс сапасының күшін дамытатын жаттығуларды ойнау. Оған арнайы жаттығулар бар. Содан кейін видео, аудио жазу арқылы, өз-өзін бақылау арқылы адам өзің біледі, минустарын, плюстарын, артықшылықтарын, кемшіліктерін, сол арқылы дайындалу өте пайдалы. Жалпы негізі осы мағлұмат. Ал енді бұны жетігенде көрсететін болсақ, яғни практикалық түрде осы бір әдісті көрсете кетейік онда.